кетіп бара жатырып. Уағалейкум ассалам. Осындай бір Қайсейітте асхана бар екен. Тамақ жеп алайық деп тапшанын. Осындай бір киіз үйге келдік. Дымы да жоқ, пеш те жоқ. Мына жақта обогрев котел бар. Сосын кішкентаймен мынандай жұлдыз жарығының астында ұйықтайтын болдық. Бұның өзі де бір сән беріп отыр. Мен таң қалам да. Енді киіз үйді құрған соң әдемі қылып, кішкене ішін жасап істеп қоюға неге болмасқа деп. Мен мысалы арғы бетте Қытай жақта осындай туризм, қазақтар ұстайтын туризм орындар бар. Өте тамаша киіз үйлер бар. Міне Көлсайдың жанында. Сонымен міне киіз үйге жатып тұрдық. Киіз үйдің іші быт-шыт болғанымен, жалпы ұйқымыз тәтті болды. Жақсы ұйықтайды екенсің. Тамаша, табиғат тамаша, керемет, рахаттанып тұрдық. Осы киіз үйде жаттық, ешқандай киіз түрі жоқ. Осындай сөзсе де естелік болсын деп бір видео тарта салайын дедім. Сонымен Көлсайға тіпті жақындадық. Мына жақта дамытып қойыпты. Асхана, столовый, парковка. Әдемі қазақ фаст фуд деп қойыпты. Балалармен бір тамақ жеп алып, содан кейін Көлсайдың қасына барып суретке түсеміз, қыдырамыз. Міне ең жоғарғы орналасқан қазақ фаст фудқа келдім. О, қазақ фаст фуд деді ме, жаңа не деді? Соның ішінде отырмыз, әдемі екен. Іші міне Абылайхан, Төле би Қазыбек, Айтеке билеріміз суреттерде күштеген қазақи, дәл Көлсайдың үстіндегі қазақи ресторан екен. Жақсы екен, тамаша. Міне жақындап түсіріп отырым. Бұл Көлсайдың үстіндегі қазақ фаст фуд деді ме, сондай бір ресторан екен, тамаша. Жалпы күшті екен. Әдемі салынған екен дизайн. Міне тамақтарды әдемі екен. Палаудың түрін қарасақ, кішкене күйгілік деп жасап тастаған шәшіліктер бар екен. Кофе алдық, бауырсақ бар, үп-ыстық жаңа ғана жасалған. Тамаша. Ең тамашасы мұндай жерде, мұндай табиғаттың алдында отырады екенсің. Үсті тағамданып отырған керемет екен. Қандайдым? Жақсылан, майды жақсылан. Палау деген кезінде айтады, аталарымыз. Қолмен жеп, бұлай деген кезінде, майы білекке дейін түссе, сол палау болады. Енді қазіргі ондай майлы жей алмайды ғой. Жақсы. Көлсайға да келдік. Қандай әдемі. Қараңыздар. Керемет. Міне, табиғат деген осы ғой. Жан-жағын қараңдар. Қандай керемет. Балаларым ойнап тұр. Қандай керемет көрініс. Жүректі тербетіп жүретін табиғат ша, негізі. Қазақстанымыздың осындай күшті табиғаты бар, бірақ сол туризм саласында кішкене сервис, обслуживание жетіспейді. Кәдімгідей жетіспейді ғой. Көп нәрсе артта. Мына жер қандай тамаша. Осындай бұл киіндік жаңарықта. Өзімде түсіп алдым. Рахат. Бүркіт ұстап деген сияқты. Мен қыздарымды қарам. Әдем өп келе қалым. Кеншегімді қарам. Батыр бала. Міне суретке түсіп болып енді астыға келе жатырмыз. Нақ Көлсайдың алдында. Енді Көлсайға кіріп, суға қайыққа отырып, қайтайық па деген ой бар, егер қайық беретін болса. Міне
үстіңгі жақтан қарағанда Көлсайдың түрі осылай керемет екен. Адам көп, қазақ көп, орыс көп, шетелдіктер де жүр. Осы соңғы уақыттарда индустар көбейіп кетті. Міне қараңыздар, таулар керемет, әдемі. Атқа мінетіндер де көбейіпті. Жақсы, керемет. Біз қазір 2700 бекен, 2600 бекен сонда биіктіктеміз. Жаңағы 3000 метрден тұрған сол үстіңгі жағы көрейін. Мынау 3000 метр болу керек. Керемет. Туристер күтетіндер жүр. Орекеңдерде жүрген, орекеңдер. Индустарын жүрген. Адам көп. Қайық жоқ екен. Қазір астыға түсеміз, тағы суретке түсеміз, видео тартам. Мен төменге түстім, тіпті әдемі. Қараңыздар, жағынан үстінде түсірген едім. Енді мына жаққа келіп түсіп жатырмын. Әдемісі әдемі ау, бірақ көп нәрсе жетіспейді. Осындай әдемі жерге көп заттарды салып тастау керек еді. Мына жүретін жолдың ең арзан варианты. Көп нәрсе дұрыс емес. Әдемі жерге болатын еді. Атты жалға берушілер. Қандай жақсы. Дұрыс, осындай мініп, әсіресе жастар. Ат деген денсаулыққа жақсы ғой. Тамаша. О, міне құтекеңдер жүр екен. Мына жерде тағы түседі. Орекең жүр. Қазекең жүр дейміз бе? Қазір мына жақтан түсіп, жақындап бір орынды тауып, сол жаққа суретке түсейік. Ана жақта тұрып суретке түсек болады екен. Керемет. Міне Көлсайдың суы қандай тап-таза. Керемет. Суық екен. О, керемет. Әдемі. Кішкентайымыз уже су ойнап кетті. Қара папаға. Жақсы болды. Осындай күндерді бала-шағамен қыдырып, осындай әдемі жерімізде өткізсек, керемет. Қараңыздар алдыда ғана. Ана жаққа дейін баруға болады. Қазақтар ұлттық киім кигенде қандай әдемі көреді. Мына жерде екі жақта жалқиып. Нағыз кезіндегі номад көшпелілер батырлар сияқты. Міне, мынандай комплекс гостиницалар бар екен. Тамашаға. Осындайлар көбейту керекті. Көп байқасам, осы жолы гостиница қонақ үй алайын десем, номер жоқ. Аз болып тұр ғой. Соған қарағанда. Сондықтан көбейту керек біз жерде. Шіркінай, Алматыға қайтар кезде мұндай жолда мұндай көріністі көріп түсіріп алайын дедім. Жылқыларды қара, арықты қара, тауды қара. Швейцария ғой, ешқандай кем емес. Осындай әдемі жерлеріміз бар. Туризмді неге дамытпасқа? Туризм саласына көп жұмыс жасау керек. Мына жолда мен тоқтай беретін болдым ғой. Қандай көрініс, қандай тамаша. Ана сайды қарашы, ана үйлерде барып жатпайсың ғой. 2-3 күн. Керемет көрініс қой бұл. Қандай керемет. Жайлау, жота, тау. Міне. Өте күшті екен.
жаңа жолда келе жатып осындай жерді көріп шыдай алмай бір түсіріп қояйын дедім. Қараңдаршы, тауды жақындашы. Тау қандай керемет. Мынандай жерге неге тұрмасқа? Мынандай жер туризм ашса ғой, мына жердің бәрін керемет қылып жасаса ғой. Қандай керемет мына жер. Менің даусым естіліп тұр ма? Естіліп тұр, е? Қандай керемет, е? Жақсы. Қазақтың мал шаруашылығы дами берсін. Негізі мынандай әдемі жайлауда одан да көп қой көрінсе тіпті әдемі болатын еді. Өте тамаша. Сонымен міне Көлсайдан да шықтық. Керемет. Жоталар бар, Көккенбек жаз болды. Қандай әдемі. Осы уақыттарда қыдырса жақсы екен негізі. Ал достар, тағы да басқа видеомды күтіңіздер. Жақсы, рахмет.